Қайырлы күн, құрметті 7-7 ТВ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге бірінші байлық бағдарламасы жүргізушімен Бауыржан Ерман. Бағдарламаның бүгінгі спикері Азиямет клиникасының бас дәрігері Елтай Ертайұлы. Елтай мырза, өзіңізбен көріскенімізде қуаныштымыз. Олай болса, алғашқы сұрағымызды өзіңізден бастайық. Жалпы өмір деректеріңізден, осы уақытқа дейінгі еңбек жолыңыздан мәлімет бере кетсеңіз. Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер. Жалпы мен Түркістан қаласының тумасымын. Осында Түркістан қаласында Абай орта мектебінде, Бекзат мөлтек сонда білім алдық. Жалпы медицинаға алғаш келуім 2008 жылы осы Қазақ-Түрік университетіне оқуға, жалпы медицина бөлімінде оқуға түсумен басталды. Одан кейін жалпы білімді осы Түркістан қаласында, одан кейін халықаралық Қазақ-Түрік университетінің Шымкент қаласындағы филиалында жалғастырдық білімді. Жалпы солай білім ала жүріп, одан кейін жаңағы бакалавр, интернатура бітіргеннен кейін 2016 жылы Алматы қаласына Қазақ мемлекеттік үздіксіз білім беру институтына кардиохирургия бөліміне оқуға түстім. Сонда 4 жыл оқыдым Алматы қаласында. Одан кейін барып, Алматы қаласында, яғни 7-ші қалалық ауруханада, Алматы облыстық көпбейінді ауруханасында жұмысымызды жасадық. Одан кейін осы Түркістан қаласында осында интервенциялық кардиология бөлімі ашылғанын естіп, осының ұсыныс түскеннен кейін осы Түркістан қаласына, яғни туған жерімізге еңбек ету үшін келдік. Өйткені енді әрбір азаматтың бір міндет деп ойлаймын, енді әрбір азамат өзінің туған жеріне келіп бір жақсылығын, бір жаңалығын бөлісіп, бір енгізу бір азаматтық борышымыз деп білеміз. Сол үшін осы 2021 жылы Түркістан қаласына келіп, осы Азиямет клиникасында, яғни 2021 жылдан бері Түркістан қаласына, Түркістан облысы, жалпы Қазақстан аймағының азаматтарына, яғни тегін, яғни мәмсішесі бойынша жоспарлы және шұғыл түрде жүрек қан тамыр ауруларына тексеру жүргізу, операция жасау арқылы көмегімізді беріп жүрміз әзірге. Туған жерге, туған жерге, иә. Енді өзіңіздің отбасыңызда осы медицина саласына қатысы бар адамдар, қызмет еткендер, немесе артыңыздан еріп жолыңызды қуып келе жатқан адамдар бар ма? Жалпы негіз бір қызығы, менің отбасым енді әкем жағынан да, шешем жағынан да барлығы мұғалімдер. Шынын айтсам, әке жағым, шешем жағынан екі ұрпақтан да ешқандай медицина қызметкер жоқ екен, бірінші болып шығып, солай болды бізде. Енді артымыздан келе жатқан енді іні қарындастарымыз бар, осы медицина саласын қуып, осы жолда келе жатқан. Жалпы медицина саласын таңдауыңызға қандай бір себеп болды? Әлде өзіңіз осы бала кезден жақсы көретін бе осы мамандықты? Негізі медицина саласында негізі өзім мектеп кезінде математика, тарих деген пәндерді жақсы көретінмін. Өзім негізі археолог болғым келетін тұғым. Яғни бір нәрсе зерттеп, тарихи жерлерді зерттеп, сондай қызығатын едім. Бірақ енді медицина саласына түскеніміз енді бір анамның арманы болған. Кезінде медицина саласына түсу, бірақ енді бірнеше жағдайлармен оқуға түсуі болмаған анамның. Сонымен осындай анам осындай медицина саласына түссең, дәрігер болсам балам деген арманым бар деген екен, осы медицина саласына солай келдік. Шын айтсам, басында енді медицина саласында бір жұмыс істегім келмей, бір өзімді дискомфорт сезініп, солай жүрдім, бірақ кейіннен бастап медицина қызметкерлерімен, хирургтармен танысып, олармен бірге жаңағыдай кезекшілікке түсіп, медицина адам өмірін құтқарғандағы адамның алатын бір ерекше ләззаты деймін, қалай айтсақ болады енді. Сондай өзіңнің бір адамға берерің болғаныңды түсіну өте үлкен жауапкершілік, өте үлкен міндет екенін біле отырып, содан кейін арғай медицина саласына қызығып кеттім. Басында енді анама дедім ғой, медицина саласына не үшін түсірдің, не үшін түстім деп солай жүретінім, бірақ кейіннен барып анама рахмет айттым. Өйткені осы салаға келуіме түрткі болғанына, жалпы осы маған таңдауыма түрткі болғанына рахмет айттым. Өйткені қазір шын айтсам, бұл салада, медицина саласында, енді басқа салада шын айтсам өзім белес атамаймын қазіргі кезде.
Енді адамның өзінің жан қалауы жаңағы оның үстіне әрбір адамды емдеген кезде өзіңіз ләззат алсаңыз, ол енді адамға бақыт қой. Иә, бақыт ол. Жалпы мынау Азиамед клиникасына келіп, бас дәрігер қызметін атқарып жатырсыз. Енді бұл клиника тұрғындарға қандай бағытта қызмет көрсетеді, қандай мүмкіндіктері бар, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді біздің клиника айта кетерлетін болсақ, біздің клиниканың енді филиалдары, орталықтары Алматы, Шымкент қалаларында, яғни үлкен қалалары, сол жақты қалаларда да бар. Бірнеше қалаларда клиниканың орталықтары. Біздің клиниканың мақсаты жалпы біздің клиниканың енді бағыты көп жағдайда кардиология бағытында, яғни жүрек қан тамыр, яғни аритмологиялық, және де кейбір бас ми қан тамырларын тексеру, және де жатыр миомасы, простата аденомасы деген сияқты ауруларда, яғни эмболизация жасау, жалпы жүрек қан тамыр бағыты бойынша біздің клиника құрылған. Енді біздің клиника Қазақстанның бірнеше қалаларында орталықтары бар. Онда біздің келген науқастар, басқа қалада емделіп жүрген науқастарымыз, олардың барлығы біледі негізі. Ондай жоқ. Енді сіздер енді күрделі ота ғой, жүрек қан тамыр деген өте күрделі, адамның денсаулығына бірінші орында десек болады ғой, әсер етуі. Бұл уақытта енді оталар, емдік шаралар қандай негізде жүреді? Ақылы негізде немесе ақысыз негізде деген секілді. Енді біздің қызметтер көп жағдайда мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша, жүйесі бойынша науқастар яғни шұғыл немесе жоспарлы түрде тегін ем ала алады. Бірақ бізге де кейбір науқастар келеді, мысалы жақын алыс шетелдерден де келеді. Өзбекстан, Түркменстан деген сияқты, Тәжікстан деген сияқты жақын алыс шетелдерден науқастар ақылы түрде келіп, яғни жүрек қан тамырларын коронарография және стенттеу оталарында жүргізіледі. Ол азаматтарға енді жоспарлы түрде келген кезде ақылы жүргізіледі. Бірақ шұғыл түскен жағдайларда енді біздің Қазақстан Республикасындағы жалпы осы денсаулық сақтау саласындағы ең жақсы шешімдердің бірі деп естимін. Мысалы, өйткені басқа алыс жақын шетелдердегі науқастардың өзі шұғыл түрде түскен жағдайда мемлекеттің есебінен, яғни тегін көмек ала алады. Жалпы енді ақылы түрдегісіне келейікші, басқа клиникалармен салыстырғанда бағасы қандай? Қолжетімді ме? Енді біздің қызметтер көп жағдайда енді басқа қызметтермен, басқа мамандықтағы қызметтермен салыстырғанда бағасы қымбаттау болып келеді. Сол үшін көп жағдайда науқастар осы мәмс жүйесі бойынша тегін көмек алу жағы жақсы қарастырылған. Өйткені біздің де алыс жақын шетелдердегі, яғни әріптестеріміз бар осы мамандықта жүрген. Мысалы, соларда осы қызметтер, шын айтқанда, ақылы түрде жүргізіледі. Біздегі осы енді Қазақстан Республикасындағы президентіміздің жалпы саясаттың бірі деп, жақсы саясаттың бірі деп түсінемін. Өйткені осындай қымбат қызметтер, яғни Қазақстан Республикасының тұрғындарына тегін түрде жүргізіледі. Сақтандырылған түрде. Енді айтып отырмыз ғой, барлық негізі жалпы мәмс деген жүйе өте тиімді жүйе секілді. Бірақ осыған қарсы пікір айтатындар да бар. Оның жаңағы ай сайын төлемін айтады, басқасын айтады, қызметін, сапасын айтады дегенде мәмс жүйесіне кім сақтандырылса, көптеген емдік шаралар тегін жүргізіледі. Осы жөнінде айтып өтіңізші. Жалпы мәмстің тиімділігін енді сіз дәрігерсіз ғой. Біз халыққа дұрыс түсіндіре алмауымыз мүмкін. Ал сіз осы салада қайнап жүрген адамсыз. Мәмс жүйесі енді ол бір жақсы құрылған жүйелердің бірі деп ойлаймын. Өйткені көптеген азаматтар, егер осы мысалы мәмс жүйесі болмаған жағдайда қымбат, мысалы миллиондаған тұратын оталарды, қызметтерді алу мүмкіншілігі болмайтын еді. Ол мысалы ай сайынға салатын енді әр адамның 3.000-4.000 теңгелік жаңағы жарнасы арқылы адамдар қымбат осылай қызметтерді өз кезегінде, дер кезінде көмек ала алады. Мысалы енді ешқандай адам өзіне мен ауырмаймын деп кепілдік бере алмайды ғой. Шұғыл түрде, жоспарлы түрде болсын,
көмек көрсетуіне жақсы бір септігін тигізеді. Көп науқастардың енді шағым болуы мүмкін, жаңағыдай сақтандыру төлейміз, бірақ 2 ай, 3 ай жоспарлы порталды күтеміз, немесе уақытында ала алмаймыз деген сияқты нәрселерді айтуы мүмкін. Бірақ енді бұл жағдайлар, бұл тек мысалы Қазақстанда ғана емес, ол бүкіл әлемдік жүйеде болып жатқан проблемалардың бірі. Бұл денсаулық саласындағы, бұл тек қана Қазақстанның ғана проблемасы емес, барлық әлемде болып жатқан мәселелердің бірі болды. Енді қазір денсаулық сақтау саласында көп реформа жүріп жатыр ғой. Бұлар осы ұзақ күтіп қалу деген секілді мәселелерді шеше ала ма алдағы уақытта? Енді сол мәселелерді шешуге енді мүмкіндігінше денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлер бәрі мүмкіндігінше қызметін жасап жүр. Бірақ енді ол үшін нақты енді былай деп айту қиындау. Өйткені жаңа айтқандай, бұл мәселе тек қана бізде ғана емес, бұл әлемдік деңгейде болып жатқан проблемалардың бірі, шешімін таба алмай жатқан мәселелердің бірі бұл мәселе. Мысалы, науқастардың көбісі айтуы мүмкін, басқа алыс жақын шетелдерге бардық, бірден қарады, бірден тексерілді деген сияқты, мысалы, ақылы түрде тексеріп, барлық диагноздарды қойып берді деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Енді себебі бұл жерде бірнеше себепті ойлаймын. Бір жағынан мамандардың жетіспеуінің себебі көп. Мысалы, аудандық ауруханаларда болсын, ауылдарда болсын, барлық мамандар толық жетіспейді. Ірі аудан орталықтарының өзінде мамандар толық жетіспейді көп жерлерде. Мысалы, өзімізде көріп жүреміз, көп ірі аудан орталықтарының өзінде кардиологтардың жоқ болуы, ол деген үлкен мәселелердің бірі. Бірақ сол мәселелерді шешу үшін енді жаңағы президентіміздің жолдауы бойынша 2004 жылға арналған мысалы резидентура бағытында, яғни мамандарды даярлау, сол бағытында мысалы 70%-ға дейін резидентураны алдағы 3 жылда көбейту мақсаты жүзеге асырылып отыр мысалы. Сол арқылы, яғни көптеген ірі аудан орталықтарындағы, қалалардағы, ауылдардағы мамандардың жетіспеуінің мәселесі енді уақыт сәтімен келіп шешіле жатар деп ойлаймыз. Сол мәселе одан кейін енді қаржыландыру жағы да, ол барлық жерде болып жатқан мәселелердің бірі, қаржыландырудың жетіспеуі. Жалпы енді бірнеше мәселелері бар. Енді ол мәселелер уақыт өте келе шешімін тауып жатар деп ойлаймыз. Сосын бір жағынан науқастардың, көптеген біздің адамдардың енді дер кезінде көрінбеуде. Ол да бір мәселелердің бірі. Егер дер кезінде көріліп, қаралатын болса, өз күнін қарайтын болса, ол кезде өздерінде проблемасы азаяды, сіздерде жұмыстарыңыз шегеріледі. Өйткені алдағы уақытта көп бағытта емхана деңгейінде көп аурулардың мәселелері емхана деңгейінде шешу жүзеге асырылып жатыр ғой. Яғни науқас ауруханаға жатпайда емхана деңгейінде өз көмегін алып, алдын ала тексеріліп, скрининг жүргізіліп, сол себебінен алдын ала өзінің ауруын анықтай отырып, асқынудың алдын алуға жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймыз. Жалпы негізі кез келген адам өзі бір медициналық тұжырымдамалар бар ма? Қанша уақытта барып толық тексеріліп тұру керек деген секілді. Енді ол әр ауруға неге байланысты тексерулер, уақытлы тексерулер жүреді. Одан бөлек, мысалы, әр адам өзі жылына бір рет скрининг жүргізу керек. Яғни толықтай тексеріліп, анализдерін өткізіп, басқа инструменталдық тексерулерді жүргізу арқылы болмағанда жылына бір рет өзі тексеріп, өз денсаулығы үшін тексеріліп, алдын ала анықталып отырған дұрыс болады. Мынау соңғы президентіміздің жолдауында ауылда медицинаны дамытуға ерекше көңіл бөліп, қазір енді өзіңіз деп біліп жатқан шығарсыз, ауылдарда ФАП салынып жатыр, емханалар салынып жатыр. Бұлар енді қандай пайда береді бізге? Енді осы 2024 жылға президентіміздің жолдауы бойынша ауылдық мекендерде 655, яғни емхана және фельдшерлік амбулаторлық бөлімшелер, яғни ашылу іске қойылды, және де 32 аудан орталықтарындағы көп бейінді ауруханаларға толықтай жабдықталу жұмыстарын жүргізілу тапсырылды. Осы кезеңінде, яғни ол бізге
фельдшерлік амбулаторлық бөлімшелер, яғни емханалардың ашылуы, көптеген шын айтқанда миллиондаған, 1 миллионға жуық тұрғындардың өзінің дер кезінде көмегін алуға және де осы аурулардың алдын алуға, ертерек анықталуына бізге өте көп септігін тигізеді. Өйткені 655 ауылды мекендер, яғни фельдшерлік амбулаторлық бөлімшелер ашылса, яғни миллионнан аса тұрғындарға медицина қолжетімді болады. Қазір кезде көптеген адамдарға кішігірім ауыл орталықтарында, ауылдарда, науқастарда, адамдарда жалпы медициналық көмек алуға мүмкіншілігі аз, сол мүмкіншіліктерді орнын толтырады деп ойлаймын. Енді жаңа сіз өзіңіз кадр тапшылығы жайлы айтып қалдыңыз ғой. Енді шындыққа былай тіке қарайтын болсақ, сол жаңа ФАП салынып жатқан ауылдарда мықты мамандар жетісе бермейді. Мықты мамандар аудан орталығында кемі, болмаса қалада қызмет еткісі келеді. Енді мысалы осы біздің елімізде білім саласында дипломмен ауылға деген бағдарлама бар. Жаңағы жас мамандарды, мұғалімдерді ауылға жұмысқа шақырып, оларға материалдық көмек беру деген секілді. Осы нәрсені де медицина саласына енгізсе, мүмкін мықты мамандар ауылдарға барар ма еді? Жоқ, медицина саласы енгізсе емес, бұл медицина саласына енгізген ғой. Бұл жүйе медицина саласында да бар. Яғни дипломмен ауылға деген, яғни медицина бітірген түлектер, жалпы мамандар ауылға барған жағдайда мемлекеттен беретін және сол аудан орталығына, яғни сол ауданнан берілетін, жергілікті әкімшіліктен берілетін тағы да бөлек сыйақылармен ол барлық жерде қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірінші өзіңіз айтпақшы, көптеген мамандар енді ол аудан орталықтарына баруға қиналады шын айтқанда. Барлық үлкен қалаларда, үлкен қала орталықтарында жұмыс істеп қалғысы келеді. Шын айтқанда ол енді біздің өзімізге де осында Түркістанның өзіне үлкен облыс орталығы болғанмен, енді Алматыдан Түркістанға келу бізге де өте қиын болды. Өйткені басында біздің мамандар болсын, барлығы Алматы, Астана, Ақтау қалаларынан келген мамандар. Бірақ олардың бәрінде келу кішкене қиынырақ болды. Бірақ енді өзіміз Түркістан қаласында осы туып өскеннен кейін өзім туған жерге бір көмегіміз, міндетіміз, парызымызды орындайық деген мақсатта осында келіп қызмет етудеміз. Әлі күнге дейін біздің орталықтың өзіне де кейбір мамандарды үлкен қалалардан шақырайық десек, осы Түркістан қаласының өзіне келу қиын. Енді кішігірім аудан орталықтарын айтпаған өзінде. Енді ол қазіргі кезде де жүйелер бар, әрбір аудан орталықтарында әкімшіліктің тарапынан мамандарды, яғни әкімшілік қаржы есебінен оқытып, одан кейін сол аудан орталығында, ауыл орталықтарында жұмыс жасап жатқан мамандар да аз емес қазір. Енді оның себебі не деп ойлайсыз жалпы? Ол жерде енді медицина саласында үздіксіз дамып тұратындықтан ауылға барсам бір жаңалықтан қап кетем деп ойлаймын, әлде басқа нәрсе әсер ете ме? Енді мүмкін сол жағдайда бар шығар. Өйткені көп мамандар енді ірі қалаларда жұмыс істегеннен кейін сол жерде жұмыс істеп, не дегенмен ірі қала орталықтарында мүмкіндік көп болады. Яғни жаңа технологиялармен, жаңа заманауи әдістермен үйрену, сол жағынан да өте көп мүмкіндіктері бар. Ал енді ауданға барған кезде сол заманауи мүмкіндіктерден, жалпы жүйелерден сырт қалам деп қалуы да мүмкін. Шынында біз өзім де келген кезде басында солай болдым. Мұнда келген кезде бір шетке кетіп қалған сияқты, бір көптеген мүмкіндіктерін айырылып қалған сияқты болдық. Бірақ енді ол адамның өзіне байланысты. Сол ірі қала орталықтарындағы жүйені, сондай заманауи әдістерді сол орталыққа барып енгізу. Мысалы, біріншіге осында мен жұмыс істеген кезде, бастапқы кезде жалғыз өзім бастадым. Жалғыз өзім бастағанда сондай болды, мысалы. Бір ешқандай жаңағы заманауи әдістерді білмегендей болып, өзім бір айдыла шетте қалып кеткендей болып, сондай болды. Деңгейіңіз түсіріп алған. Иә, түсіріп алғандай болды, мысалы. Бірақ қазір Аллаға шүкір, қазір мамандар бірге шақырттық, жұмыс істеп жатырмыз. Қазір Түркістан қаласындағы осы именно интервенция саласы қазір Қазақстандағы алдыңғы орында
кесек болады. Мысалы 21 жылы біз ашылған кезде бір ғана орталық болған. Қазір Түркістан қаласының өзінде осы интервенциялық 4 орталық бар қазір, мысалы қазірдің өзінде. Ол деген қаншалықты орталық көп болған сайын бір-біріне деген бәсекелестік, мамандардың дамуына үлкен септігін тигізеді. Сол басында бізде мысалы мен де солай кетіп қалатын болсам, мысалы сондай жағдайлар мүмкін болмас па еді мысалы Түркістан қаласында. Солай келіп, енді артқа қайтпай солай жасадық. Қазірдің өзінде Түркістан қаласы интервенция саласында бір артта қалды деп ойламаймын. Yani даже алға қарай шықты деп ойлаймын. Оның көрінісінің бірі, мысалы кеше бізде Астана қаласында 17-18 тамыз аралығында жалпы интервенциялық кардиологтардың арасында яғни конгресс болды. Сол жерде бірнеше алыс жақын шетелдерден де келді мамандар, Қазақстанның бірнеше қалаларынан мамандар яғни баяндама жасап, өзінің практикаларында, тәжірибелерінде кездескен қиын операцияларды, жаңалықтарымен бөлісті. Сондай жағдайлар болды. Мысалы біздің де орталықтан Тайырбек Ералұлы, мысалы дәрігеріміз барып баяндамасын жасады. Бір ерекше жағдай болған операцияны, отаны баяндама жасап, содан шығу шешімін, қалай шыққанын, қалай сол науқасқа үлкен септігі тигізгенін сол туралы баяндама жасады. Және де сол баяндамалардың ішінде ең үздік баяндама және ең үздік ота ретінде конгрестің шешімі бойынша анықталып бірінші орын алды мысалы. Ол деген мысалы қазір енді ол Түркістан қаласының бір интервенция саласының бір жетістігі деп білемін. Өйткені біздің баяндамалары, біздің енді оталар Қазақстанда да бағаланып белгіленіп жатыр. Яғни қазір Түркістан қаласының интервенция саласы ол Қазақстандағы алдағы шепте жүрген жүргендердің бірі деп ойлаймын. Сол басында бұны айтып отқан себебім енді бұл мақтану емес, енді жаңағыдай аудан орталығына барудан жастар бармайды деп сол әңгімеден басталды ғой енді. Сол айтқанымыз мысалы басында мысалы мен келген кезде сөйтіп қайтып кетсек, мысалы немесе бір шетте қалғандай жүріп сондай болатын болса, мысалы бұндай бағыт Түркістан қаласында может мүмкін дамымас па еді. Сондай жағдай. Енді ол сол айтатқаным сол аудан, ауыл орталықтарына барып, әр маман сол ауылды, ауданды сол мамандық бойынша, сол бағыт бойынша дамыту енді өзінің қолында үлкен еңбексіз жасау керек, істеу керек. Сол кезде үлкен қалалардағыдай жағдай, яғни жабдықтандыру бәрі сол кезде болады деп ойлаймын. Жоқтан бар жасау керек қой енді. Иә. Сондай. Енді жастарға кеңесіңізді айтып отырсыз ғой. Мүмкін мен сізге дәл қазір бір ауылға бару керек болса барасыз ба? Егер қажет болса, сол жер қажет болса, өйткені жаңа айтқандағыдай енді әрбір азаматтың оның бір міндеті, борышы, парызы өз еліне бір көмегін тигізу сол жағдай. Енді жалпы материалдық базасы төмендеу деп енді ауылдарда олай көңіл бөлмей қоюға болмайды ғой. Ол жаққа да медицина маманы керек, мықты дәрігер керек. Ол жақта да халық бар деген секілді. Иә, халық бар. Енді осы мекемеге тоқталайықшы. Жаңа сіз бір ота жасап, сол үздік ота атанды, үздік баяндама алдық дедіңіз. Жалпы қазір Түркістан облысын алайық. Айына бір 2-3 жаңалық шығады. Жаңа оталардың түрі енгізіліп жатыр. Жаңағы жүрекке ашық ота жасалып жатыр. Осы жөнінде бір айтып өтіңізші, жалпы өңірдегі медицина соңғы жылдары қалай дамыды? Өңірдегі медицина енді осы соңғы 3-4 жылдың ішінде өте қарқынды дамып келе жатыр Түркістан облысында. Өзіңіз айтпақшы, ай сайын жаңалықтардан болып жатады, немесе сайттардан көріп жатады, осындай ерекше операция жасалды, ерекше жабдықпен жабдықталды ауруханалар деп. Мысалы 2021 жылы осы бізде операция жасау ангиография деген аппарат арқылы жүзеге асырылады. Мысалы сол ангиограф арқылы мысалы бізде ғана орнатылып операция жасап бастасақ, қазірдің өзінде Түркістан облысының көлемінде Түркістан қаласына 4 және мысалы Сарыағаш, Сайрам, Темірлан ауданында жалпы есептегенде 7 ангиографиялық, яғни орталық бар облысында 3 жылдың ішінде. Және де биылда тағы да орталықтарға тағы да қосыла қойылады ангиографиялық аппарат іске асырылады деп жатыр.
ол соңғы осы 3-4 жылда Түркістан облысының медицинасы яғни қарқынды түрде дамуда. Одан кейін қазір мамандарды тәжірибесін арттыру, білімін көтеру мақсатында шетелдерге, өзіңіз айтқан ірі орталықтар Астана, Алматы қалаларына апарып, немесе осы өңірдің өзіне мықты мамандарды шақырып, сондай бір мастер-класс дейді ғой, шеберлік сағаттар өтіп жатады. Сіздердің қызметкерлеріңіз де сол бағытта жұмыс істеп жатыр ма? Біздің қызметкерлер ол бағытта жұмыс жасайды, міндетті түрде. Өйткені әрбір маман өзін жетілдірмесе, басқа мамандардың жұмысын салыстыра отырып даму жүрмесе, ол бір орында тұрып қалу болады. Одан кейін өйткені жылдан жылға медицина дамып жатыр, білім де көп, сол үшін оған үлес отпаса, оған жету өте қиын болады. Біздің мамандар да алыс жақын шетелдерге барып, өз білімін арттырып, ірі аудан қала орталықтарға барып, сол мамандармен тәжірибе алмасып жүреді. Енді жылына әр маман мысалы кемі 1 рет, 2 рет болсын барып тәжірибе алмасып жүреді, ол жағынан білімін жетілдіріп. Немесе жаңағыдай мастер-класс болады, мысалы басқа үлкен Алматы, Астана қалаларынан да мамандарды шақырып, біздегі операциялармен бөлісіп, олар өз тәжірибесін бөлісіп алмасып отырады, тәжірибе алмасып отырады. Тәжірибе алмасу процесі жүріп жатыр, тоқтамай. Міндетті түрде. Енді мынау Азиамед клиникасының техникалық жабдықтарына тоқталайықшы. Қазір бұл жерде қандай заманауи аппараттар бар? Біздің енді осы недегі орталықтағы ең заманауи аппараттың бірі, біздің операциялардың барлығы дерлік, яғни ангиография аппаратымен жүзеге асырылады. Яғни ангиография аппараты, яғни сәуле бөлу арқылы науқастардың жүрек қан тамырларын контраст жіберу арқылы науқастардың жүрек қан тамырларын көруге мүмкіншілік береді. Яғни науқас жүрек қан тамыр жүйесіндегі қан тамырлардың бітеліп қалуы, немесе кеңейіп кетуі, немесе мүмкін таза болуын толық көруге мүмкіншілік береді. Мысалы, көп жағдайда біз айналысатын мамандығымыз, халықтың көбісі айту бойынша инфаркт дейді онда. Сонымен айналысамыз. Мысалы, инфаркт деген ол жүрек қан тамырларының жабылып қалуы. Жүректе мысалы ірі 3-4 ірі қан тамырлары болатын болса, солардың бірі жабылып қалатын болса, сол ауруды біз жүрек миокард инфаркт деп атаймыз. Осы 2021 жылдан бері, орталық ашылғаннан бері, Түркістан және Түркістан облыс аймақтарындағы 3,5 мыңға жуық адамға жүрек қан тамырларын тексеру, бас ми қан тамырларын тексеру, жүрек қан тамырлары стенд орнату, және де осы миома эмболизациясы, простата эмболизация, және де аяқ қан тамырларын тексеру және оның баллон ангиопластикасы сияқты бірнеше операция түрлерін осы 3 жылдың көлемінде 3,5 мыңға жуық адамға диагностикалық тексеру операцияларын және де ем-шара оталарын жасадық. Медицина саласындағы өзіңіздің кейбір әріптестеріңіз айтады, аурулар бұрын сирек кездесетін, үлкен кісілерде кездесетін аурулар жасарып келе жатыр дейді. Яғни жастар да сол ауруларға шалдығып жатыр дейді. Осы ойға сіз қандай пікір қосасыз? Оны жоққа шығару болмайды, оның шартына өзімізде көріп жүрміз. Өйткені көп жастардың арасында кездесуі, ол көп жағдайда бірінші кезекте мысалы тұқым қуалаушылық әсері болуы мүмкін. Әкесінен, шешесінен сол ауруға бейімділік, генінде бейімділік болса, ол көп жағдайда ұрпақтарына берілуі мүмкін. Одан кейінгі зиянды әдеттер, шегу, шылым шегу, ішу болсын, энергетикалық сусындарды пайдалану болсын, соның әсерлердің барлығы, және тамақтану үрдісі деймін, тамақтану үрдісі арқылы соның барлығы әсер етіп отырып, қазір жастарға дейін аурудың жасарып жатқаны ол шындық. Енді осы орайда айтып өтіңізші, қазір жастардың арасында бір сәнге айналды ғой, жаңағы энергетикалық сусын ішу, тіпті оқушылардың өзін кейде көріп қаламыз, бір энергетикалық сусын алып ішіп жүреді, бір адам ішсе мен де ішуім керек деп. Одан кейін фастфудтар семіздікке алып бара жатқан, осы өзіміз сатып алып жатқан аурулар ғой, былайша айтқан кезде. Нақты өзіңіздің салаңыз бойынша айтып беріңізші, қандай ауруға ұшыратуы мүмкін, оның соңы не болуы мүмкін? Енді көбінесе бізге түсетін науқастардың көбісі энергетикалық сусындар ішу арқылы
соның әсерінен яғни асқынуынан болатын науқастар түседі. Көп жағдайда мысалы күніне көбіне 3-4 энергетикалық сусындары ішу арқылы жастардың көбісі яғни инфарктпен түсіп жатады. Немесе энергия сусындар ол жүректің үлкеюіне де алып келуі мүмкін, жүрек ырғағының бұзылысына алып келеді, яғни бүйрек, бауыр жетіспеушілігіне де алып келуі мүмкін. Көп мөлшерде қолдануы. Бізде де мысалы өзімізбен қатар жас жігіттер сол энергия сусын қолдану арқылы көп жағдайда инфарктпен түсіп жатқан аз емес. Шынында айына бірнеше науқас, жас науқастар, жасы 30-ға жетпеген, бізде болды 16 жасар баланың өзі инфарктпен түскен энергия сусын ішу арқылы. Сондай жағдайлар жиі болып тұрады. Сол үшін мүмкіндігінше ол тамақтану үрдісінде дұрыс пайдаланған жоқ, фастфудтан, энергетикалық сусындардан, темекі шегу, жаңағы мысалы кейінгі кезде бар ғой жаңағы вайп деген сияқты нәрселер бар, электронды темекі деген нәрселер бар. Солардың бәрінде осы жүрек ырғағының бұзылысына, жүректің үлкеюіне осыған алып келіп жатады. Семіздік ауруы қалай әсер етеді? Жүректі жаңағы май басады деп жазады. Енді семіздік ауру деген ол әрқалай нәтижеге байланысты онда. Адам үздіксіз қуырылған тамақтарды, немесе жаңағы холестерині көп тағамдарды көп жей беретін болса, ол семіздікпен қатар жүрек қан тамырларының, жалпы қан тамырларының барлығын ішінде яғни бляшкілердің түзілуіне, яғни тамырлардың жабылуына алып келеді оның бәрі. Тамыр бітелгесін ол жарылады. Тамыр бітелгеннен кейін енді белгілі бір аймаққа қанның бармауы болады. Яғни қан бармағаннан кейін ол жердегі клеткалардың бәрі өледі. Сосын ол органның жетіспеушілігіне алып келеді. Біздің жағдайда көбінесе жүрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін, қан тамыры жабылып қалған жағдайда. Өйткені жаңағы тамақтану үрдісі дұрыс болмаған жағдайда тамырлардың яғни бляшкамен жабыла бастап, жаймен жабыла бастайды. Мысалы 70%, 80%, 90%-ке яғни тамырдың іші тарыла, сосын бір күн уақыт келген кезде тамыр толықтай бірден 100% жабылып, қанның бармауы болады сол аймақта. Сол қанның бармауы сол органның, яғни ағзаның жетіспеушілігіне кейінгі кезде әсерін береді. Ол мүмкін қазір жетіспеушілігін ол асқыну қазір болмағанмен де жылдар өте ол деген үлкен асқынуларға алып келіп жатады. Оның соңы инфаркт. Соңы инфаркт емес. Тамырдың жабылуының өзі инфаркт деп аталады. Сол инфаркттың әсері созылмалы жүрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Немесе летальный, яғни нәтижесі өлім нәтижесінде де алып келуі мүмкін. Жедел өлім нәтижесіне де алып келуі мүмкін. Енді біздің бағдарламамызда осы энергетикалық сусын көп ішіп жүрген, көше тағамдарын тұтынып жүрген жастар көруі мүмкін, адамдар көруі мүмкін. Егер ойланып тоқтатайын десе, сол кезден бастап олар не істеу керек, қандай кеңес бересіз? Енді ол адамдарға шын айтқанда осы энергиялық сусын, жаңағы зиянды әдеттерді тоқтатқаннан кейін, күнделікті, гимнастика болсын, немесе көп жағдайда тек қана жүрудің өзі, азанғы уақытта жүрудің өзі, кардиотренировка дейді ғой, жай ғана жүрудің өзі адамға көптеген денсаулығына пайдасын тигізеді. Күніне 5-6 километрдің жүрудің өзі адамның қан айналымына, жалпы зат алмасуына болсын, өте көп септігін тигізеді. Осы жүгіру мен жүруге байланысты бір білетін болсаңыз, кеңес айтып берсеңіз, қай кезде жүгірген жақсы, қай кезде жүрген жақсы? Біреулер таңертең жүгіріп, кешке жүрген жақсы дейді. Жоқ, енді былай, біздің науқастардың көбісін айтқанда ол жүгіріп жүретін науқастар болмайды, көбінесе үлкен жастағы адамдар, жүгіруге шамасы келмейді оған. Көбінесе жүруге, таңғы уақытта жүру адам денсаулығына өте көп пайдасын тигізеді. Соны енді бізде мынандай, жалпы біз қазір ата-бабаларымыздың бір менталитетінен дейміз ба, тұрмысынан дейміз ба, сәл алшақтап кеттік қой. Мысалы, жас баланы тыятын болсақ, мына нәрсе болмайды дейміз, ар жағын түсіндірмейміз. Осыны енді сіз дәрігерсіз ғой, жүру пайдалы дедіңіз, енді ол қандай пайдасы бар? Адам естіген кезде ол күнделікті естіп жүрудің пайдалы екенін, бірақ нақты неге пайдалы екенін айтып, бір қызықтыратын
мәліметтер айтсаңыз. Енді жүрудің өзі, шынында жаңа айтқандай ғой, жалпы қан айналымының жүруіне әсерін береді. Қан айналымының яғни қоюланбауына, қан айналымының жақсы жүруіне әсерін береді. Ал егер қан айналым бүкіл ағзада жақсы жүретін болса, жақсы айналымда жүретін болса, ол деген барлық ағзаларға, барлық мүшелерге, яғни қанның толық баруына септігін тигізеді. Қан айналымы толық болғаннан кейін, яғни бүкіл ағзаларда зат алмасу процесі де жақсы болады. Одан кейін ол өз кезегінде сол ағзаның асқынуына, немесе қандай да жетіспеушілігіне, оған алып келмеудің жолын алады. Өйткені біздер кезінде айтатын еді, енді оқытушыларымыз неміз кәрілік деген не деп, кәрілік деген қанның қоюлануы деп айтатын еді, енді ол кезде де. Ал егер қан айналымы толық жақсы жүріп тұрған ағзада, ағзалардың қандай да бір ауруға шалдығуына, немесе асқыну болуына оған жол бермейді. Енді осы жақында осы қан айналымы деген проблемадан құтылдым. Осы бір ай бұрын, енді мамыр айында басталды, бір 3 айлық жаңағы спорттық жаттығумен айналысып, сәл дұрыс тамақтану режиміне отырып, өзім 3 айда 26 килограмм салмақ тастадым. Бойымдағы жаңағы шлактар дейді ғой, тұрып қалған, соларды барлығын тазаладым. Өзімде өзгеріс көп байқалады. Бір өзгеріс байқағаным бұрын қыс болсын, жаз болсын жүрген кезде қолдарым мұздай болып жүретін еді. Осы артық салмақтан арылып, біраз организм тазартқаннан кейін қазір басқаша. Денем, қолдарым ыстық болып жүреді. Осы шлактарында әсері бар ма? Қан айналымының бұзылуына? Шлактардың әсері емес, қан айналымы дұрыс болмағаннан кейін, яғни қимыл қозғалыс болмағаннан кейін, яғни қан айналымы дұрыс жүрмеу болады, яғни қанның қоюлануы болады. Жаңа айтқан сияқты, барлық ағзаларға толық қан алмасу, зат алмасу жүйесі толық бара қоймайды. Соның әсерінен, яғни ағзалардың бірден ол бізге көзге көрінбеуі де мүмкін, бірақ ағзалардың жаймендеп сол ауруға шалдығуына, яғни асқынуына жаймендеп алып келіп жатады сол нәрселер. Жалпы адам қозғалыста болу керек. Мүмкіншілікте қозғалыста болған дұрыс болады. Күніне 5-6 километр жүру денсаулыққа үлкен әсерін тигізеді. Енді мынау сұхбатымызда көп мәлімет айттық қой, клиника жайлы айттық. Өзіңіз жайлы жеке дәрігер ретінде өзіңізбен таныстық, басқа да ақпараттар бердік халыққа. Енді мынау бағдарламаның бір түйіні болсын. Өзіңіз кардиолог ретінде тұрғындарға бір денсаулықты нығайту, ауырмайтын жол іздеу, сол бағыттарда бір кеңестеріңізді берсеңіз. Жақсы сұхбат болды, біраз әңгімелерді айттық, біраз мәселелерді айттық. Жалпы енді халыққа кеңес ретінде, кардиолог кеңес ретінде көп жағдайда жаңа айтқандай науқас адамдар, жалпы халықтар дене шынықтырумен айналысу, және де холестерині көп тамақтар, етті тағамдар деген сияқты қуырылған тағамдарды, соларды мүмкіндігінше азайтқан дұрыс болады. Және де ет жеген күннің өзінде қуырылған емес, яғни қайнатылған ет жеу ішінде дұрысырақ болып саналады. Одан кейін жалпы энергетикалық сусындар, темекі шегу, ішу, жаңа электронный сигарет тарту деген сияқты жастардың арасында кең таралған нәрселерден, солардан түбегейлі бас тартқан дұрыс болып саналады. Жалпы енді қазақта да айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп. Ауырғаннан кейін оның емін табу, ол асқынуды жою, шын айтқанда өте қиын. Одан кейін адам бір ауырғаннан кейін, егер бір қандай бір асқыну болатын болса, шын адамның денсаулығы да бұрынғыдай болмайды уже. Сол үшін оған жеткізбеу үшін салауатты өмір салтын ұстанып, мүмкіндігінше солай жүрген дұрыс болады. Дәрігерлер бар ғой деп сеніп жүрген. Ол болмайды ғой енді. Дәрігер ол да адам. Онdan da барлығы келе қоймайды шын айтқанда. Олай сеніп жүре берсеңіз, денсаулығыңыз бұрынғыдай болмайды ғой бәрібір. Мүмкіндігінше дәрігер өзінің қолынан келгенше мүмкіндігінше көмегін береді. Бірақ шын айтқанда барлық жағдайда
ол нәтижелі болады деп айту қиын. Дәрігер емнің, шипаның себепкері ғана. Себепкері, иә. Осыны тұрғындардың дұрыс түсінген абзалырақ. Олай болса, бүгінгі сұхбатқа, жалпы мағыналы әңгімеңізге рахмет. Енді бағдарламамызды көрген адамдарға пайдалы ақпараттар айттық деп ойлаймын. Рахмет, істеріңізге сәттілік. Жақсы болыңыздар. Сонымен, құрметті 77 ТВ телеарнасының көрермендері, бүгін біз бірінші байлық бағдарламасының тағы бір санын аяқтадық. Өздеріңізге пайдалы ақпараттар алып, керекті кеңестерді ойға түйдіңіздер деп ойлаймыз. Біздің де мақсатымыз осы, себебі қашанда бірінші байлық денсаулық.